Бәріміз Рамазанда күткен Қадір түні жайлы баяндаған Қадір сүресі туралы не білеміз? Бисмиллахир-рахманир-рахим. Инна анзалнаху фи лейлатил қадр. Расында мен Құран кәрімді осы түні түсірдім дейді. Яғни Қадір түні. Ва ма адрака ма лейлатул қадр. Және сен Қадір түні жайлы не білесің? Яғни бұл сұрақты Алла тағала қайтадан қою арқылы Қадір түнінің маңыздылығын бір түсіндіру үшін немесе соған бір назарын аудару үшін қолданған тәсіл. Лейлатул қадри хайрун мин әлфи шахр. Деп келесі аятта бізге жауабын баяндайды. Яғни Қадір түні ол 1000 айдан да хайырлы, абзал болып табылады. Несімен? Таназзалул малаикату вар-руху фиха биизни раббихим мин кулли амр. Яғни осы түні Алла тағаланың әмірімен, бұйрығымен жер бетіне періштелер және де ең ұлық болған үлкен періште, яғни рух деп келтіреді бізге. Жебірейіл алейхиссалам туралы осы періште түседі. Не үшін деп ғалымдарға қойылған кезде, олар жер бетінде пенделер үшін Алла тағаладан кешірім сұрайды дейді. Саламун хия хатта матлаил фажр. Және де таңға дейін, яғни осы кештен бастап таңға дейін Алла тағаланың яғни сол жерде сәлемі, мейірімі болады деп баяндайды.